Егер біреу сізге осы шайнекпен шай құйып берсе, тез ол үйден қашыңыздар. Шайнектің көрінісі әп-әдемі ерекше болып тұр, бірақ бұл әлемдегі нағыз сұмдық заттардың бірі. Оны адам өлтіргіш шайнек деп атайды. Қытайлықтар ойлап тапқан. Не болса да бәрі Қытайдан шығатын болды ғой әйтеуір. Бұл шайнекті арнайы адамды білдіртпей улау үшін жасап шығарған. Негізі бұны көбісі білмейтін еді, бірақ бір күні ютубтағы бір блогер шайнекті сындырып бәріне көрсетті. Ішінде шай құятын екі түрлі жер бар. Сонда біреуіне кәдімгі шайды құйса, ал екіншісіне уланған шайды құяды. Шайнектің құпиясы әшейін физика, арнайы екі тесігі болады. Құйып жатқанда саусақпен бір тесікті жабу керек болды. Сонда өзіне уланбаған шайды құйса, ал қасындағы адамға шайнектің басқа тесігін саусақпен жабу арқылы уланған шайды құйып береді. Егер екі тесікті де жауып қойса, ештеңе ақпай қалады. Сол үшін кімнің үйінде осындай шайнек байқап қалсаңыздар, ол үйге басқа жоламай қойыңыздар. Және Диананың қызықтарына жазылып алуды ұмытпаңыздар. Мақұл?